Саламатсыздар ма қыздар? Қазір шыршаның тағы бір жасау техникасын үйрететін боламын. Ол үшін бізге осындай пеноплекс керек болады. Пеноплекстен осындай үшбұрышты кесіп аласыздар, яғни ножницаның көмегімен кесіп аласыздар. Және астына осындай основасын табаны болу керек. Осыған осылай тұрғызатын боламыз елкамызды. Енді біз жақсы бекітілу үшін мен мына жерге қазір двухсторонний скотч жабыстырып, сосын зубочистканың көмегімен основасына осылай орналастыратын боламын. Чтоб шататься етпей, жақсы қатты болып тұру үшін осылай мен жабыстырамын. Және основамызды, астына салатын основаны мынандай тишу қағазымен қаптап қоямын. Түнені осылайынан болады. Асты жағына көп қағаздарды қабаттастыра беруге болмайды қыздар. Себебі аяғында сегіз тұрмай қалады. Тек бір ғана осылай скотчтадым, және қалған жерлерін осы табаны бар ғой, осының шет жақтарына осылайынан скотчтаймыз. Қазір бұның айналасына біз лента қаптайтын боламыз, сондықтан біздің скотчтағандарымыз көрінбей кететін болады. Осылайынан етіп қаптап шықтым. Яғни мынау әдемі жағы, жоғарғы жақ болады. Ал шетіне двухсторонний скотчпен біз лентаны жапсыратын боламыз. Енді үстіне қоятын үшбұрыштымызға жаңа астына двухсторонний скотч жапсырып алдық. Осының көмегімен қазір мынау табанына, яғни аяғына орнатамыз. Сізге зубочисткалы керек болады.
дәл ортасына симметрично қылып осылай тұрғызамыз елканы. Міне қыздар, елкамызды орналастырдық. Жақсы ұсталу үшін шеттерінен скотчтап қояйын. Осылайынан елкамыз тұрды. Енді болды, дальше қыздар, осы елканың основасына біз сухофруктыларды кезекпен әдемілеп тұрғыза береміз. Маған ең қатты ұнағаны помело жемісі арқылы біз шыршаның жасыл желектерін, яғни әдемі қылып келістіре аламыз. Бірінші соларды орналастырып аламын қазір. Сосын бос кеңістіктерді басқа жемістермен қатып шыға саламыз. Міне қыздар, мына жағына дәл сол зубочисткалар шығады сіздерде. Соған екінші жағына да осылай орналастыра берсеңіздер болады. Заодно параллельно кете береді. Егер тура түспей қалса, әрқайсысына жеке орналастыра саласыздар. Ол шығып тұрған зубочисткаға басқа жемісті жабыстыра саламыз. Осылайынан 3 желек жасылдан істеп шығамын. Міне қыздар, былай жасыл желектерін орналастырып шықтым. Дәл осылай қарама-қарсы жағына орналастырамыз. Дәл осылай енді екі қырларынан да осы желектің бағытымен қырларын да шығарып шығамыз. Кішкентай помелолардың көмегімен. Осылай жасап шығасыздар.
қыздар, біз жасыл ненің барлығын помеланы осылай орналастырып шықтым. Енді мынандай жаңғақтың көмегімен мен қыздар игрушки қылып әр жерден осыны кондуринмен золотистый қылып бояймыз. Яғни осылай тоже орналастырып шығамыз әр жеріне. Симметрично қылып, яғни ойыншықтар жан жақтарында осылай ілініп тұрған сияқты эффект беру үшін. Міне бірсе мына жағына, біресе мына жағына қылып. Осы жаңғақтың ар жағынан шпажка, зубочистка тесіп шығады. Сол жағынан сіздер екінші арғы беттегі ойыншықты жалғастыра берсеңіздер болады. Мысалы, мына жерде түсті ғой, мына ойыншық. Дәл осының артына міне мына ойыншықты кіргіземіз. Ойыншықты бұнында жаңғақты ғой. Осылайынан кіргізіп шығасыздар міне. Мына бетінде дәл солай. Дәл солай екі жақтарынан біз жаңғақтарды орналастырып шығамыз. Осылайынан қойып шықтым. Және мен мынандай немецкий шоколадтар алған болатынмын. Тоже игрушканың есебінде. Осында разноцветный шарики шоколадтар тоже қарама қарсы осыларды қойып шығамын. Шпажканы қойып шоколадын орналастырамыз. Келесі біреуін мына жерде. Бір осындай елкада мен екі ғана шоколадтан салудамын, себебі немецкий шоколадтың килограммы қымбат. Біз елканың алды жағын жақсылап әсемдейтін боламын. Арты жағына просто сухофруктылармен толтырамыз қыздар. Сондықтан алды жағына шоколад қоям. Қазір мынандай арнайы елканың игрушкасында алдыңғы жағына ілетін болам. Осындай игрушкалар алған болатын. Қазір енді дальше елкамызды жинаймыз. Келесі менің пайдаланатын жемісім ол сондай инжир алған болатыным. Кішкентай, мынандай үшкір болып келеді. Осы елкаға именно пайдаланғанға осы маған ыңғайлы ұнап қалды. Яғни өздері шағын и формасы да ерекше әдемі. Осылайынан бұларды да симметрично әр жерге орналастырып шығамыз. Қатты пеноплекске сухофруктыны тақама қойсаңыздар болады, себебі бізге бұл объем беріп тұрады. Әр жерден болса. Дәл жан-жағын істегенде біз шет жақтарын да әсемдеуді ұмытып кетпеңіздер. Яғни біздің жан-жақтан елкамыз сухофруктымен қапталу керек.
келесі жемістерді тоже осы жасыл желектің бойымен осы бағытта орналастырсақ, қыздар, елкаларыңыз әдемі көрінетін болады. Мысалы, мына жаққа өріктен бастаймын. Өріктің бойымен айналдырамын. Міне жалпы қыздар осылайынан барлық фруктыды орналастырып шығамыз. Мен қазір тез жасап шығам, сосын сіздерге ең соңында қалай болып шықты, и упаковкасын қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын. Міне қыздар, мен елканың барлық сухофрукты мен жауып шықтым. Ешқандай бос орын санлау қалмау керек. Осылайынан етіп сухофруктыдың барлығын айналдырып орналастырып шықтым. Енді дальше елкамызды әсемдейміз. Яғни қазір кондуриннің көмегімен біз мынау шыршаның ойыншықтарын золотистый түске бояймыз. Ол үшін спиртке кондуринді араластырасыздар и кисточканың көмегімен бояйсыздар. Спирт ешқандай да әсер етпейді, ол ауаға ұшып кетеді, қыздар. Так что одан еш қоспа қойыңыздар. Тек түсін яркий қылып бояуға көмектеседі спирт. Осылайынан етіп, әдемілеп, нені де, инжирді де бояп қоям, түсін әдеміға ашу үшін. Және жаңғақтарды бояп шығамыз.
сразу уже түрі ашылып қалады елканың. Бояп шықсақ. Бояп шықтық. Енді алдыңғы жағына ойыншықтарды ілемін. Қазір біз мынау айналасына лентаны жапсырып алайық. Ол үшін двухсторонний скотчтың көмегімен орналастырамыз. Қазір бір айналдырып алайық. Осыны етіп бантикті қоямыз, и все. Елкамыз почти дайын болып қалды. Енді тек ойыншықпен бас жағына жұлдыз білеміз. Мынау жаңа жылдық осындай заттар, ойыншықтар, шишаның ойыншықтар сататын жерде осындай жұлдызшалардың неше түрі сатылады. Мен осындай түрін таңдадым, қыздар. Және мына төбесіне орналастырамыз. Ол үшін бізге шпажканың көмегі керек болады. Шпажканы дәл ортасынан бастап осылайынан етіп енгіздім. Қазір сәл қырқып тастаймыз. Және осыған мына шишаның төбесі кигіземін. Осындай болды. Және осы жұлдызына сай етіп ойыншықтарды золотисті қылып ілетін боламын. Әр шишаға мен 2 ғана ойыншықтан ілемін, қыздар. Себебі бұяқта жаңғақтар бар, инанда шоколад ойыншықтар бар, сонымен ол жеткілікті. Міне біздің жаңа жылдық шишамыз дайын, қыздар, өте әдемі, яркий болып шығады. Ат жағы тек осылай сухофруктымен әсемделіп тұрады, ешқандай ойыншық декор қоспаймын. Тек міне осындай ойыншықтарды қоямыз, және бір-екі жерінен бантик жасауға кеңес беремін. Қазір бантикті көрсетіп жіберейін. Тоже әдемі түсін ашып тұрады, қызыл-қызыл болып. Бұндай дайын бантиктерде нелерде сатылады, қыздар? Елканың ойыншықтарын сататын жерде. Біздің қолымызда лента да бар. Үлкен, кіші лента да бар. Бәрін пайдаланып, біз өзіміз ақ жасай аламыз. Оған ақша құтпай. Осылайынан етіп бантик жасаймыз. Бұлаймен кесеміз аяқтарын, ұштарын.
және бір-екі жерге тоже осыны орналастырып шығамыз. Айналдырып, зубочисткамен тығып жібереміз. Ол бір орында қатып тұра береді. Осы жерге және бір төменірек жерге қазір жасай салайық та, чтобы екі жерде болсын. Осылайынан етіп айқастырам. Және мына ортасын белмен байлаймыз. Теңестіріп аламыз байлаған соң. Және бұны да төмен жаққа иік. Сухофруктыды айналдырып жіберемін. Және ұшын зубочисткамен тығып жіберемін. Зубочистканы итереміз көрінгені үшін. Міне қыздар, осындай жаңа жылдық шыршамыз дайын. Жасап, табыңыздар. Мынаның салмағын өлшейсіздер. Сухофруктылардың килограммын примерно 4000 теңгеден аласыздар да, сол салмақты, яғни 4000 теңге, 1 килограммы 4000 теңге, и мынау қанша килограмм шығады, соны x теңге дейсіздер да. Сол x теңге, яғни мынау композицияның бағасын табасыздар. Сосын соны 2-ге көбейтіп, яғни еңбектеріңізді қосып, сіздер сатасыздар. Сәттілік!